başındı jasıradı oramal. Özgelerden bir asıldı oramalı orangan. Elimde eş bolmagan hicaptagı kız sulu, jaratuşum koldagan. Kız janары жерге қарап, әр басқан қадамын санап, көздерін күнәдан тыйып, өзін өзі қадағалап, ұстанған дини талап, жаратқанға айтып мадақ. Хиджаптағы қыз көше бойымен кетіп барады, беймәлім бір сөзді қайталауда еріндері. Осындай қыз тауықты ұстанған сенімдегі, қалғаны қарға болса ол аққу менің көлімдегі. Хиджабынан үл қалса қазағымның келімдері, Осындай үлгі жүрегімнің төріндегі. Мен үлгіп қала алманың кез келген көрінгенді, ұнайды бөлінгені өзгеден дін сипатымен. Дұға етем сол қызға жаратушымның атымен. Я Раббым қорған етші хиджабын сан күнәдан, өзгелерге үлгі етші, сауап жазып самыңдаған. Я Раббым көбейтші оның солих амалдарын, сауапқа жазғайсын әрбір басқан қадамдарын. Қандай жарасымды қызғанғандай әр шашымды жасырады орамал. Өзгелерден бір асылды орамалы оранған. Әлемде еш болмаған хиджаптағы қыз сұлу, жаратушым қолда. Там бойына жарасып тұр тым ұзын киінгені, бұған мүлдем қарсы емес ата-анасы үйіндегі. Себебі олар пайғамбардың сүннетін сүйеді, жаратушыдан қорқып бастарын оған еді. Имегендер киеді, сықырлап жанып сүйегі. Бұл ескерту сөзімді ақылды қыздар оят үйеді. Оның жалпы ниеті Раббысын разы қылу. Хиджаптағы қыз сүннеттен алады жылу. Оның киген хиджабы ар намыс иман қорғаны. Имансыздық қаншама қарындасты қорлады, залымдар зорлады, жыландай орап ордағы. Хиджаб кигені менсінбей қуғандарды моданы. Хиджаптағы қыз кем емес қатарына, ізбаққа алса да имансыздар жан жағына. Қорқылмас ел алдында сүннеттің сыйлығын, оранып ұзын кию бұл Алланың бұйрығы. Қандай жарасымды